Өңірімізге жұмыс сапарымен келген Даниал Ахметов бастаған Шығыс Қазақстан облысының делегациясы Петропавл ауыр машина жасау зауытының жұмысымен танысып қайтты. Кездесу барысында Солтүстік Қазақстан облысы мен Шығыс Қазақстан облысы машина жасау өндірісі саласында қарым-қатынасты одан сайын нығайту керектігін тілге тиек етті. Сложный компонент поворотную часть, и вы ее делаете, да? То есть основание. Да, это важно. Смотри. И она идет к широкому спектру. Да. Петропавл ауыр машина жасау зауыты еліміздегі 55 жыл тарихы бар ірі кәсіпорындардың бірі. Қазір бұл зауытта шыққан өнім республика, одан қала берді шетелдерде де сұранысқа ие. Жыл өткен сайын кәсіпорынның қуаты артып, жаңа құрылғылармен толығу үстінде. Бүгінгі кездесуден кейін кәсіпорын өнімдері Шығыс Қазақстан облысында үлкен сұранысқа ие болар сөзсіз. Шығыс Қазақстан делегациясы келіп, осындай біздің зауытқа келіп, біздің мүмкіншіліктерімізбен танысып, біздің технология және кадр техника жағынан қарап, бір өзіміздің ойлап отқан жобаларымызды қарастырдық. Енді біріншіден ірі тапсырмашылар келіп отыр біздің бүгін. Казцинк дегенде, Ульба металлургический зауыты, олардың бәрі бүгін бізбен істейді. Сондықтан мен ойлаймын, осы бүгін келіп, олар тағда өзіміздің ойлаған осындай ұлғайтатын көлемдерімізді бірге қарастырып отырмыз. Сондықтан мен ойлаймын, ол үшін бір перспективалар бар. Өйткені зауыттында техника жағынан, технология жағынан, кадр жағынан ондай үлкен мүмкіншіліктері бар. Петропавл ауыр машина жасау зауытының бас директоры Қуаныш Бишимовтың сөзінше, Шығыс Қазақстан облысында жылу станциялары көп кездеседі. Соған байланысты өңір қонақтары Петропавл ауыр машина жасау зауытынан газ өткізбейтін панель және жылу құрылғыларымен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр.